Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет дәмді әрі тойымды тамақ нан салманы дайындайтын боламыз. Мен қамырын тек су мен тұз қосып иледім. Ендігі салмасына келетін болсақ, етімізді, сәбіз, пияз, картопымыздың барлығын кубиктап турап алатын боламыз. Одан соң менде құйрық май болды. Құйрық майды бірінші қыздырып алдым. Одан кейін етімді салып, жақсылап қызарғанша қуырдым. Бұл тағамды негізі әр жақта, әр өңірде әрқалай айтады. Бір жақта шашпа тамақ деп атайды, бізде нан салма деп атайды. Сіздерде қалай атайды? Оны комментарийде бөлісіп кетсеңіздер болады. Мен барлық хаттарыңызды оқитын боламын. Неге осылай қызарғанша жақсылап қуырамыз. Және де мен тамаққа асқабақ қостым. Дәмі өте керемет, дәмді, әрі тәтті. Енді осы етті қуырып жатқанда мен бір сарымсақ қосып жіберемін. Дәмі өте керемет болады. Сіздерде осы әдісті қолданып көрсеңіздер болады. Мінекей пиязымды, сәбізімді, болгар бұрышын барлығын төрт бүрістілеп турап, жақсылап қуыратын боламыз. Және де татымына қарай тұз. Мен қызыл паприканы қостым. Әдемі дәм береді. Мінекей енді картопымызды салып, кішкене қуырып, үстіне су құйып бұқтырып қоямыз. Және де мен лавр жапырағын қостым. Енді қамырымызды екі зуала илеген зуала жасап, қамырымызды орта жұқалау етіп жаятын боламыз. Ең бастысы қамырды илегенде қамырдың июін қандыру керек. Сол кезде қамырымыз теп-тегіс болып, әдемі болып жайылады.
Қамырымды жайып болдым. Енді оқтауға барып, осылай бөлемін ортасынан. Қамырымызды бүктеп, осылай кеспе сияқты, бірақ одан сәл жуандау қылып кесемін. Оны қайнап тұрған суға пісіріп аламын. Қамырымызды кесіп болған соң елгезермен елеп алатын боламыз. Мінекей мен қамырым пісті. Енді оны алатын боламыз. Қамырымызға майды құйып, подливаның майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сонда біздің қамырымыз жабыспай әдемі болып тұрады. Жақсылап майды құйып, араластырып аламыз. Салмасын бетіне салып, дастарханға ұсынамыз. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңырау шаңғысын басуды ұмытпаңыздар. Егер де сіздер маған тіркеліп, лайк басып, пікір жазатын болсаңыздар, менің одан ары қарай шабытым арта түсетін болады. Мінекей осылай біздің тамағымыз дайын болды. Ас болсын, сіздермен болған меруерт. Отбасыларыңызға жасап көріңіздер.